Сау саламатсыздар ма, қымбаттыларым? Бүгін сондай әдемі күн, қадір түні. Осы қадір түнінде тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Бейбіт елде, бейбіт жерде өмір сүруіңізді Алла нәсіп етсін. Барша қазақ халқы берекелі, мерекелі, әдемі өмір сүруіне шын жүректен тілек айтамын. Таңда жазылған өлеңімді оқып берейін. Білезік салып ұзатқан, күмістен құйып оюлап, білекті сәнді жарасқан, аналар таққан білезік. Қолында күміс білезік, саусақта сыңғыр жүзіктер, әдемі қолдың көркі боп, әуені шығар әр істе. Қазақтың сәнді бұйымын шеберлер соққан оюлап, әр бұйымға көңіл сап, салт дәстүрде жалғаған. Атадан келген тегімен шеберлер көп қой қазірде, оюлар салып, өрнектеп, түрлендіріп, көркейтіп. Қарасаң көзің қуанар, таңдайды қағып тамсана, көңілге қонып әр бұйым, күмісті алтын бұйымдар. Тарихтың түбі тереңде, қазбалық жолда табылған, әр түрлі бұйым қазірде сыр шертіп өткен ғасырдан. Байлығы ол қазақтың, бағалай білсе ұрпағың, тарихқа бойлап тұңғиық, ғасырлар сырын ашатын. Сау саламатта болыңыздар, күндеріңіз сәтті, жолдарыңыз ашық болсын.